Қала, шабыт. Көтеріңкі көңіл-күй, жарқын эмоция. Күн сайын мереке, сергектік пен позитив. Махаббат пен сенің Алматың. Армысыздар, бармысыздар, ардақты ағайын. Қайырлы таң, тәтті ұйқыдан ояна сала Алматы арнасын қосқан барша көрермен. Бұл енді түрлі қызықты ақпараттарды, кеңестерді және де лайфхактарды сіздерге таңертеңмен тарататын таңғы студия бағдарламасы. Және менің әріптесім Бауыржан Сатов. Және Айнұр Ильясова. Ал біз бастаймыз. Күліп оян Алматы. Бүгін 7 желтоқсан сәрсенбінің сәтті күнінде Алматы арнасының таңғы студия бағдарламасы әзірлеген мәзіріне назар аударыңыздар. Бауыржан, 7 желтоқсанда әлем бойынша азаматтық авиация күні аталып өтеді екен. Бәрекелді, ең жылдам саналатын әуе көлігінің қызметінің бүгінгі таңда миллиондаған адам пайдаланып жатыр. Соның арқасында қазір ғана Қазақстанда біздің бағдарламаны көріп отырып, түстен кейін немесе кешке шетелде қыдырып жүруіңіз әбден мүмкін. Сол үшін де бүгін осы мерекені барлық ұшқыш, механик, стюардессалар қуана тойлап жатқан болар. Бәрекелді, біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Айтпақшы, мереке демекші, Колумбияда бүгін майшам мерекесін тойлап жатыр екен. Ел астанасының орталығында жәрмеңкелер, театрландырылған көріністер мен концерттер жұртшылыққа нағыз мерекелік көңіл-күй сыйлайды. Ал елімізде оның ішінде Алматыда қандай жаңалық бар? Әлем картинасы жобасы Алматыда. Сондай-ақ алып шаһарымыз жасыл экономиканы қалай жүзеге асырып жатқаны жайында да біз сөз етеміз. Студиямызға Әуезов ауданы әкімінің орынбасары келеді. Аудандағы өзекті мәселелерді талқылаймыз. Бәрекелді. Сонымен қатар ғылым әлеміндегі жаңалықтарды сіздерге барынан айтамыз. Және де бүгін сәрсенбі сайын болатын бет күтіміне арналған жаттығуларды бірге жасаймыз. Бәрекелді, ол біздің ең сүйікті айдарымыз. Ал театр сүйер қауымға жақсы жаңалығымыз бар. Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрында Әзірбайжан Мамбетовтің 90 жылдығына арналған театр фестивалі өтіп жатыр. Сол туралы Қара шаңырақтың әртістері әңгімелеп береді. Олай болса, құрметті достар, бағдарламаны жасыл экономика жайлы туралы сюжеттен бастайық. Жалпы жасыл экономика дегеніміз не? Оны жұртшылық қалай түсінеді? Оның барлығын біз қазір бейнематериалдан білеміз. Ғылым мен деректерге жүгінсек, белгілі бір аймақтың 15% көгалдандырылса, жаң тозаңның мөлшері 20%-ға азаяды екен. Осы мақсатта гүл Алматыны көгалдандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Қаланың көркін ашып тұрған саябақ, сквер, серуенге арналған орындар шаһардың жалпы аумағының 40%-ын алып жатыр. Алматы қаласы экология және қоршаған орта басқармасы мұнымен тоқтамай, аталған кеңістікті кеңейтуді жоспарлап отыр. 12 парк 25 жылға дейін қолданысқа береміз. Және де 12 паркты қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Одан басқа жаңағыдай гүл отырғызу бойынша айтатын болсақ, қала аумағында 159 мың шаршы метр гүлдер отырғызылған болатын. Оларды күтім жұмыстарын өздеріңіз білесіздер, жаңағыдай парктерде, скверлерде, республика алаңында және де КБТУ-дың парк, Әлия Мәншік парктерінің алдында байқасаңыздар, ковровый дорожка деп айтады ғой, сондайлар отырғызған болатын. Басқарма қаладағы көп жылдық өсімдіктер үлесінде 17%-дан 60%-ға ұлғайтуды мақсат еткен. Себебі мәдени Астананың солтүстік батыс аймағындағы жаңадан қосылған аудандарда жасыл желек аз. Мамандар сол аумаққа да жұмыс күші жұмылдырылады дегенді алға тартады. Наурызбай, Алатау, Түрксу ауданына қосылған территорияларда жаппай ағаш отырғызу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы Алматы қаласында 4 миллионнан астам жасыл желектер өседі. Олардың жалпы қолданыстағы жерлерде 2,8 миллион ағаш өседі. Қазіргі күнде қала әкімдігімен ағаш отырғызу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Осы миллион ағаш отырғызу бағдарламасы аясында 830 мыңнан астам ағаш отырғызған болатын.
Оның ішінде көктемде 145 мың ағаш, күзгі науқанда біз 190 мың ағаш және бұталар отырғызған болатынбыз. Экология және қоршаған ортаны қорғау басқармасы жүргізіп жатқан Жасыл аула дәстүрлі акциясының да маңызы зор. Акция аясында Бостандық, Наурызбай және Алатау аудандарының тұрғындары белсенділік танытыпты. Енді көшеттер отырғызылды делік. Ал қаладағы кәрағаштарды қайтеміз. Апаттық жағдайда тұрғандары қаншама. Ол үшін де арнайы бағдарлама бар. Бағдарлама бір тал кессең 10 тал ек деген ұранмен жұмыс істейді. Қазір сол ағаштарды кесіп, 10-ға 1 есебімен жаңа көшеттер отыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы қалада 84-628 апаттық ағаш өсуде. Ол үлкен проблема болып саналады. Біз 5 жылдық бағдарлама аясында ол ағаштарды этап-этаппен кесіп, орнына жаңа көшеттер отырғызу жоспарланды. Биылғы жоспар бойынша қалада 5 мың ағашты кесіп, орнына 50 мың жаңа көшет отырғызу жоспарланған. Қазір күнде 4 мыңнан астам ағаш кесіліп, орнына 40 мыңдай ағаш отырғызған болатынбыз. Алматыны бау-бақшасыз, тал-қайыңсыз елестету әсте мүмкін емес. Сол үшін де шаһарды жасыл қала деп те атайды. Оңтүстік Астананы осы атақтан айырмай, жасыл желекке толтыру тек басқармаға емес, сізбен бізге де байланысты екенін ұмытпаңыз, көрермен. Бәрекелді, осы біздің оңтүстік Астанамызда осы атаудан біз алшақтамай қардақтаған жасыл қала керемет атау. Алматымыз көркейе берсін. Көркейе берсін. Айнұр, білесің бе, осы соңғы кездері біздің телевидение және өнер саласында жүрген әріптестеріміз әлемдік деңгейде танылып жатыр. Шынымен де танылып қана қоймай, дүние жүзі елдердің халқының бірігуіне өз үлестерін қосып жатқандары да қуантады. Дұрыс айтасың. Кәдімгідей біріктіріп жатыр ғой, шынымен Кәдімгідей, бұның осы біз үшін деген бұл өте керемет жаңалықтардың бірі. Соның ішінде әлем бейнесі арт жобасының Гиннес рекордтар кітабына енуін біз мақтанарлық жайт деп айтсақ болады. Шынымен де, енді әлемге әйгілі туынды Алматыда, оның авторы, идеясы, мақсаты жөнінде тілшіміз Дүрия Қыдырбекованың сюжетінен білеміз. Кеттік. Бұл әлем бейнесі картинасы. Нәсілі, діні және тұрғылықты жеріне қарамастан жер шарының барлық тұрғыны бірлесе атсалысқан жоба. Кенепке әлемнің 193-тен астам елінен 2020 адам қылқалам арқылы қолтаңбасын қалдырған. Әлеуметтік арт жоба Экспо дүниежүзілік көрмесі аясында 2020 жылы 28 қазанда басталды. Содан бері әлемнің түкпір-түкпіріндегі халықаралық мұражайларға қойылған. Ал жақында Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық музейге қойылып, ашылу салтанат өтті. Картина объединяет, она про мир. Картина бейбітшілік жайлы. Екінші ақпан күні Экспо 2020 Дубай дүниежүзілік көрмесінде Қазақстан Республикасының ұлттық павильонында ұсынылған әлем бейнесі арт жобасы Гиннестің рекордтар кітабының сертификатына ие болды. Бұл қарапайым тұрғындармен, Голливуд әртістерін, музыканттармен, әлемдік спорт жұлдыздарын, саясаткерлерді біріктірген жоба. Тыңғылықты дайындалған арт жобаға алғаш қолтаңбасын қалтырған қазақстандық кәсіби велошабандоз Александр Винокуров. В 2020 году, когда была 2020 жылы пандемия басталып, шекаралар жабылған кезде адамдар бір-бірімен кездесе алмады. Араға бір жыл салып, Экспо 2021 көрмесі аясында әлем жұртшылығы Дубайда жиналды. Сол кезде аталмыш идея келді. Барлығы идеяны қолдап, нәтижесінде осындай туынды жасап шығардық. Бұл жобаның басты мақсаты адамдарды біріктіру. Экспозицияның екінші бөлімінде коллекционер Ғалия Жүнісәлиева жинаған туындылар қойылған. Көрмеде талғампаз халықтың назарына 80 және 2000 жылдардың басындағы картиналар ұсынылған екен. Бұл жерде коллекцияның 3/1 58 сурет қой деймін, соның көне 2 скульптура бар. Мысалы, Ақанаевтың 95 жылғы суреті, Шарденовтың 2 суреті бар, Арешкольныйдың суреті бар, жас қазақ суретшілердің суреттері бар, Кометов, Қаспақов, Қайрамбаев. Әлем бейнесі халықаралық арт жобасы аясында көрме 8 қаңтарға дейін жалғасады. Жер бетіндегі келісім мен үйлесімнің үлгісі саналатын картина қойылған музейдің есігі келемдеушілер үшін айқара ашық.
Бәрекелді, керемет. Айнұр, осы әлем бейнесі арт жобасы керемет, осы көптеген адамдардың аузында болды, көңілінен шықты. Бір сөзбен айтқан кезде керемет жобалардың бірі болып шықты. Шынымен де кереметтей шулатты, былайша айтқанда. Дубайда да естідік, жаңа Астанада да өтіп кетті, енді Алматыға келді. Сонымен қатар басқа да қалаларға барады деп сенеміз. Бір сөзбен айтқан кезде туындымыз көп болсын. Құрметті көрермен, Қастеев мұражайына барып көрсеңіздер болады. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ал дәл қазір бізде Айнұр кезекте жарнама. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, шағын жарнамадан соң біз сіздерге қайта оралдық. Енді бүгінгі студиямыздың қонағы Әуезов ауданы әкімінің орынбасары Тұрсынбаев Шархан Шаймерденұлы. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Шархан мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз мінекей жұмысқа 6:30-да 7-те келеміз. Сіздің жұмысыңыз нешеде басталады? Біздің жұмысымыз таңғы 7-тен басталады. Әріптес екенбіз. Өйткені таңғы 8-ден бастап жұмысшылар шыққанша біз оларға тапсырмасын беріп үлгеруіміз керек. Көшенің магистральды көшелерді аралаймыз. Аулаларымыз бар, скверлеріміз бар. Сонда кәдімгідей өзіңіз шығасыз, жұмысқа? Өзім және әріптестерім шығады. Бұл шыққан кезде жаңағы сондағы атқарылған жұмыстарды тексеру ма, әлде жаңағы көшелердің жағдайын баға беру ма? Кемшіліктерді анықтау. Өйткені бізде білесіздер, ауданымызда Сайран автовокзалы орналасқан. Таң атпай ол жақтан жаңағыдай таксилер келеді, көліктер келеді, шеткі аудандардан, облыстардан деген сияқты. Сол жақтардағы урналар бізде кішкене қоқыс жәшіктер дейді ғой. Тез толып қалады. Сонымен қатар бізде сондай проблемалық орындардың бірі Карсити. Карсити білесіздер. Ол жақ түнімен жұмыс істейтіні бар, басқасы бар. Ол жақта дәл осындай жағдай. Қоқыс жәшіктері толып қалады. Шын мәнінде мен байқадым соңғы кездер сол ауданда тазалық деген кәдімгідей енді бұрынғымен салыстырғанда өткен кішкентай кезімізде жүретінбіз. Қазір тап-таза, қашан өтпесең де таза тұрады. Шархан мырза, енді айта қойыңызшы, Алматы жалпы алып шаһар, қаншама аудан бар, соның ішінде мысалы Әуезов ауданында. Қазіргі таңда қанша халық бар? Халық тұрғындардың саны қанша? Мынау соңғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, біздің ауданымызда 312 мың халық тұрады. 312 мың халық тұрады. Енді біздің ауданымыз өздеріңіз білесіздер, өте жер көлемі жағынан 8 ауданның ішінде 7-ші орынды аламыз, халық саны жағынан 2-ші орын аламыз. Ол дегеніміз тығыз шоғырланған аудан деген ұғымды білдіреді. Сондықтан да біздің ауданымыз жалпы жұмыс жетіп жатыр деймізші? Көркейе берсінші. Жақсы, Шархан мырза, енді қазір қыс мезгілі күнделікті қар түседі деуге болады. Енді қазіргі кезде осы көшелерді, тротуарларды тазалау жұмыстары қалай өтіп жатыр? Техника жеткілікті ме? Бізде ауданымызда 250-ден астам жұмысшы, көше жұмысшылары жұмыс атқарады таң атпай. Олар да сағат 7-ден бастайды? Олар сағат 8-ден бастайды. Сонымен қатар бізде 110 техника жұмылдандырылған. Тротуардан бөлек бірінші бізде мосттарымыз бар. Өйткені таудан соғатын ызғар біздің өткелдеріміздің жаңағы мосттарымыздың, надземный мост дейді ғой, жер үсті өткелі. Соларды бірінші қараймыз, себебі ол жерлерде қатып қойылу қаупі бар. Сондықтан да сол жақтан бастаймыз. Одан кейін тротуарларымыз бар. Біздің ауданымыздың тротуарының өзі 110 километр шақырымды құрайды. Сонымен қатар 250 километр шақырымды құрайтын көшелеріміз бар. Ол 204-ті құрайды. Сонымен қатар осының бәрін барынша барымыз салып таза ұстау үшін сол аталған техникалармен аталған жұмысшылар таң атпай, қыс демей жаздың күні ыстыққа төзіп, осы бағдарламаны қолдана отырып, соларға алғысымды білдіргім келеді. Рахмет. Жұмысын адал атқаратын жандар шын мәнінде де ауа райының жаңағы жағдайына қарамай, өзінің жағдайына қарамай, жұмыс істей ма, ерте тұрып істейді. Енді Шархан мырза, айта қойыңызшы, өзіңіз айтып кеттіңіз, Әуезов ауданы тығыз қоныстанған аудандардың бірі, және де мынау көп қабатты тұрғын үйлердің саны бойынша да Әуезов ауданына алдыңғы қатарда келе жатыр. Енді осы орайда нұрлы жер бағдарламасы, яғни жаңағы модернизациялау жұмыстары және су қарыз құбырларын қайта қалпына келтіру бойынша қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазіргі таңда бізде
қаламызда қаражат көлемі 2,9 миллиардты құраса, бөлінген осы модернизация нұрлы жерге қатысты. Осы жоба, осы Иә, бағдарлама. осы бағдарламаға қатысты. Нұрлы жер. Иә, оның 72%-ын біз құраймыз. Неге десеңіздер, 2,1 миллиард ол біздің ауданның тұрғындары. Бұл жерде білесіздер, бағдарлама ол тұрғындардың мынау қызығушылығын танытуды содан байланысты. Неге десеңіз, ол бағдарламаның негізгі мақсаты 0%-бен қаражат береді. Тұрғындар соны 8 және 12 жылға алады да, өздерінің лифттері бар, жаңа шатырлары бар, инженерлік желілері бар өзінің ішіндегі, соларды жөндеп алады. 0%-бен жүреді. 0%-бен, 8 және 12 жыл аралығында. Қазіргі биылғы таңның өзінде, осы ағымдағы жылдың өзінде бізде 205 лифт ауыстырылды. Ол дегеніміз 105 үйдің 205 лифт ауыстырылды. Ол сода ескі үйлер ма, жаңа үйлер ма? Ескі үй деп айту оңай, 70-ші жылы соғылған үйлер. Сондықтан да ол біз жаңа модернизациялау сол лифттер бойынша өте жоғарғы деңгейде жүріп жатыр. Себебі білесіздер, оның пайдалану, эксплуатация дейді ғой, пайдалану мерзімі 25 жыл. Сондықтан тұрғындардың тарапынан жаңағы одан бөлек біздің ауданымызда 40 үйдің шатырлары, сонымен қатар инженерлік желілері ішкі, солар жүргізілуде. Біздің халықтар, тұрғындар оны өте жылы қабылдайды. Осы уақытқа дейін біз именно модернизация бойынша ауданымыз алдыңғы қатарда келген. Осы ағымдағы жылы, келесі жылға да жоспарымыз 70 лифт ауыстыру немізде жоспарымызда бар. Содан одан кейінгі қалғаны бізде 35 қалады. 35-ті 2024-ке қалдырамыз. 2024-ке дейін толық қамтып шығасыздар, бір сөзбен айтқанда. Бәрекелді, иә. Сонымен қатар жаңағы екінші сұрағыңызға қатысты инженерлік желілер бойынша бізде ауданымызда 1960 жылы соғылған бұрынғы, енді өздеріңіз білесіздер, Дубок шағын аудан дейді ғой. Иә. Дубок қазір Алмас деп кетті. Сол жерде бізде 11 мың абонент бар. 11 мың абонент. Ол дегеніміз 60 жылы соғылған кәріз және су желілерінің ескіргені, көнергені 80%-ды қазіргі уақытта қамтиды. Ол жақта қала әкімі өзі сол шағын аудан тұрғындарымен кездесіп, осы ағымдағы жылы қаражатты жобалық сметалық жасауға қаражатты бөлгізіп, қазіргі уақытта ол жұмыстар басталып кетті. Ол дегеніміз Шаляпин көшесінің батыс бөлігі, Жандосов көшесінің солтүстігі, Шаляпин көшесінің оңтүстігі, ар жағы бізде көршілес жатқан Наурызбай ауданының Қарғалы өзенімен, яғни осы квадраттағы. Сонымен қатар бізде Достық шағын ауданда 22 көшенің кәріз желілерінің сметалық дайындалып жатыр, жобалық сметалық жұмыстары. Сонымен қатар Абай көшесінің бойында бізде Магнумге, енді сіздерге түсінікті болу үшін сөйтіп айтайын, Магнумге қарама-қарсы Мамыр 4 шағын ауданы бар. Сол жерде су және кәріз жүйелерін жаңғыртуға жобалық сметалық жұмыстар дайындалып жатыр. Енді ол қашан жаңғырады? Бізде келісім шарт бойынша оны энергетика басқармасы жүргізіп жатыр. Ағымдағы жылы, келесі жылдың екінші жартысына дейін жобалық сметалық жұмыстың бәрі аяқталу қажет. Содан соң уже қаражатты құрылысқа бөледі. Бәрекелді. Енді осы ауданда зейнеткерлерді аз емес деп ойлаймыз, иә, енді жаңағы тығыз адам бар, тығыз қонысталған аудан болған соң. Енді бүгінгі таңда зейнеткерлерді сауықтыру және бос уақытын тиімді өткізуге бағытталған курстар, не болмаса тегін орталықтар бар ма? Иә, бізде енді анализ жасасақ, біздің ауданда 46.400 зейнеткер тұрады дейтін болсақ, бізде басқа мынау оңтүстік жақта алатын болсақ, Ақтөбе жақта алатын болсақ, ол жақтың бір аудандағы халқының саны 60 мың, 30 мыңдық аудандар бар. Біздің зейнеткерлердің халқының саны өзі 46.400 Алматы бойынша? Жоқ, өзі ауданы бойынша. Ауданы бойынша? Сондықтан да, ол кісілерге бізде 2 орталық ашылған. Ол жақта 12 секция бар. 12 биі бар, жаңағы шахматы бар. Ол кісілердің спортпен айналысатыны бар, йогамен айналысатыны бар. Барлық осындай 12 немен қарастырылып, қазіргі уақытта ол жақтың күндік ол кісілердің бару саны 60-ты құрайды. 60 қариямыз күндігіне барады екен. Күндігіне барады. Онда біз алдында бір сұрап білген едік, қалай
өте тиімді, Көңілдеріңіз жақсы шығады, орталық. иә? Ал Иә. бағасы Одан- өте тиімді. Бағасы да тиімді. Бір сөзбен айтқанда қазір мына халықпен тығыз байланыста жүрсіздер. Ол қуантады шын мәнінде де. Өйткені халықпен тығыз байланыс болса, біз жаңа халықтың ойында пікірін естіп жатсақ, менің ойымша екі жақта бір-бірімен қалай айтсам болады, байланысы көркейеді. Иә. Енді Шархан мырза айтыңызшы, халықтың бюджетке қатысу бағдарламасы аясында қазір қандай қызықты жобалар жүзеге асып жатыр? Жалпы енді көріктендіру жұмыстары, сол жалпылай айтатын болсақ, осының ішінде де жаяу жүргіншілер де көп, иә? Қазір байқасаңыз, жаңағы велосипед айдайтын бөлек бір жаңағы тротуар бар. Жаяу жүргіншілерге қандай жағдай жасалып жатыр? Енді ол қай бағытта дамиды өзіңіздің ойыңыз бойынша? Мынау жаңа өзіңіз айтып өткендей, халықтың осында бюджетке қатысу бағдарламасы аясында біздің ауданда 23 жоба іске асырылды. Оның негізгі мына мақсаты халықтың, тұрғындардың өзінің ойын қаражатпен іске асыру. Қазіргі уақытта біздің ауданымызда 23 жобаның 17-сінің өзі қоғамдық орын. Қоғамдық орындар. Қоғамдық орындар. Өйткені мысалға қазіргі байқасаңыз, Момышұлымен түсіп бара жатсаңыз, Маричка көшесі ғой, енді бұрында түсінікті болу үшін айтайын. Соның Момышұл көшесінің шығыс бөлігі, Маричканың солтүстігі мен оңтүстігінде жақсы бір сондай қоғамдық орын. Сонымен қатар бізде шағын аудандар. Егер 8-ші шағын ауданды алсақ, ол 1 квадрат. Шаляпин, жаңа Алтынсарин, мына жағы Абая, Өтеген Батыр деген сияқты. Солардың арасындағы өте жаяу жүргіншілер жолы көп. Біз биылғы ағымдағы жылдың өзінде 6-да 8 километр жаяу жүргіншілер жолын салдық. Одан бөлек мына жобаға қатысты біздің 17 қоғамдық орын салдық. Ол деген біздің тұрғындар үшін өздері андасында мен достарымда қалжыңдап айтады, сендер өздеріңді Фейсбукке мақтап жазғызбасыңдар ма деп. Мен айтамын, жоқ. Өйткені ол тұрғындардың өздері соны көріп, сол бағдарламаны көріп, өздері қатысып, тиімділігін көрсетіп жатқан жайы бар ауданымызда. Әуезов ауданы тұрғыны ретінде, енді сіздердің жаңа достарыңыз айтқан сияқты жандар болатын болса, мен айтайын. Мен Әуезов ауданы тұрғыны ретінде осы жаңағы жаяу жүргіншілердің жағдайы, көлікпен жүретіндер және де велосипедпен, самокатпен жүретін жандардың жағдайы жасалды деп ресми түрде осындай баяндама жасайды. Бәрекелді. Тамаша. Ал енді Шархан мырза, көп қабатты үйлердің аулаларын жаңарту жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Осы жайында айтып кетсеңіз, жөндеу жұмыстары қандай принципке сай жүргізіледі? Кейбір аулаларға қарасаң, көңілің тояды кәдімгідей. Ал кейбір аулаларды көрсең, енді шыны керек, әттең-ай дейсің да. Бізде ауданымызда 966 аула бар. Мынау орталықта байқасаңыздар, үйлер жаңағыдай квадратпен орналасқан ғой. Ауласының кеңістігі өте жоғары. Біздікі енді кезінде салынған кезде кейбір аулалардікі кең, кейбір аулалардікі қысқаша. Соған байланысты ол жаққа жаңағыдай мафтар дейміз ғой. Балалар ойнайтын алаңы, сәл аздау түсіп қалатын жері болады. Тұрғындарды айтып жатады. Өйткені ол жерде жаңағыдай қауіпсіздік аймағы деген бар. Жер бос екен деп, нені қоя беруге болмайды. Балалардың ойнайтын алаңдарын. Оның өзінің стандарттары бар. Соған сәйкес біз үлкен мүмкіндік болса барынша саламыз. Кішірек болса, жаңа стандартты сүйене отырып, стандартты ескере отырып салынады. Биылғының өзінде бізде 167 аула қазір көріктендіру жұмысын бастап кеттік. Оның 30-ын уже аяқтап қалдық қазіргі таңда. 137-сін келесі жылы аяқтаймыз. Биыл бастадық. Жаңа асфальттау жұмыстарын аяқтадық. Қазіргі уақытта қоқыс жәшігі, скамейкалары, балалар ойнайтын алаңдары, воркаут зона дейміз жаңағыдай. Воркаут балалардың спортпен айналысатын алаңдары, соларды орнату жұмыстары қазір жүріп жатыр. Енді осының ішінде жаңа сіздерге айтып кеткендей, бізде шағын аудандардың ішінде бір көше мен бір көшені қосатын жаяу жүргіншілер жолы жоқ. Осы ауланың аясында біз жаңағы барынша тротуарды үлкейтіп жатырмыз, ұзартып жатырмыз, бір-біріне қосып. Өйткені кейінгі кезде урбанистикаға қатты көңіл бөлді. Біздің халқымыз, тұрғындарымыздың өзі қазір урбанистиканы қатты түсінеді. Өйткені бір аялдамадан екінші аялдама, бір көшеден бір көшеге бару үшін бізде көп қабатты тұрғын үйлердің арасымен барады. Сонымен қатар
біз өзіміз анализ жасап қарадық. Жарық шамдарының өзін біз қазіргі уақытта ауыстырып жатырмыз. 224 шағын жаңағыдай столбтар деймін, бағаналардың көзін ескіргендерді алдырып, жаңартып жатыр, бірақ оның орнына 448 бағана қойылып жатыр. Ол дегеніміз бізде жобалық смета жасаған кезде арасында олардың да стандарттары бар, сыныптары бар. Олардың да стандарттары болады. Ол аулама болды, ауладан шықпау керек. Жобаны жасаған кезде шықпау керек. Мына көше бар. Бірақ екі көше мен ауланы қосатын жолдар бар. Ол жолдар кезінде енді соғылған ғой. Сол кезде ол жерлер ескерілмеген. Соған байланысты біз екі есе жарықтандыру шамдарын қойып жатырмыз. Негізі Айнұр, шын мәнінде біз түсінбейтін қаншама нәрсе жатыр. Әрине, біз көрмейтін, біз түсінбейтін, біз естімейтін көп нәрселер бар шынымен де. Ал енді қоқыс жәшіктер демекші, тағы бір сұрағым бар, мені мазалайтын бір сұрақ. Қоқыс жәшіктерді сұрыптайтын жәшіктер бар ма? Қоқыс сұрыптайтын жәшіктер бар ма сол жерде? Бізде ауданымызда 5 орында орналасқан. 5 орында орналасқан. Енді шын айту керек, біздің тұрғындарымыз оны көбінесе қолдана бермейді. Өйткені біздің ауданда 1505 осы жылдың басында жәшігіміз болған қоқыс тастайтын. Оның 70%-ы ескірген, көнерген. Осыған байланысты біз қалалық әкімдіктен қаражат сұрап, қазіргі уақытта 1300-ін ауыстырдық, жаңаладық. Байқасаңыздар, бізде енді біздің ауданға кірген кезде ағаштан жасалған, іші темір, сырты ағаштан жасалған қоқыс жәшіктер тұр. Өйткені біз оны көбейттік. Не үшін көбейттік? Себебі адам келе жатқан кезде қолындағы жаздың күні ғой, енді бізде көбінесе қоқыс жаздың күні түседі. Неге? Магазиннен, дүкеннен шығады, мороженое алады, суын алады, жейді, зеленка жасыл аймаққа тастайды, не болса арыққа тастайды. Сондықтан да біз оны жиелетіп қойып қойдық та. Неге емес, жасыл аймаққа емес, ар жағында арыққа емес, именно жүрген жерінде көзі түсетіндей ыңғайлы жерге қойып жатсыздар. Демек, бәрекелді. Шархан мырза, сізге көп рахмет айтамыз. Осындай таң атпай біздің студиямызға келіп, өзіңіздің мына ойыңызбен бөлісіп, керемет сұхбат бергеніңіз үшін, халықтың сөзін сөйлеп, мына жаңағы жағдайын жасап жатқан еңбектеріңіз жана берсін дейміз. Әуезов ауданының тұрғындары сіздей басшы болса бақытты болады. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Тек қана сәттілік. Күніңіз сәтті өтсін. Шархан мырза, құрметті достар, ал бізде жарнама. Алыстамаңыздар. Күлі боян. Алматы. Достар, таңғы студия ары қарай өз жұмысын жалғастырады. Таң арайлы, күн шуақты болсын. Бауыржан, бүгін сәрсенбі, яғни әдеттегідей сен жақсы көретін Әйгерім Жакиевамен бірге тікелей байланысқан шығамыз. Өйткені қазір сен жақсы көретін фейс-фитнес болады. Бәрекелді. Ендеше Әйгерім, сізді байланыста күтеміз. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Қайырлы таң, Әйгерім ханым. Әйгерім, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Неге мен жақсы көретін Айдар деп сұрасаңыз, мен сізге жауап берейін. Мен күнімен, түнімен жаңағы футбол көремін, сөйтіп таңертең оянсам, шынымен де мына бетім мыжық-мыжық болады. Бет аузым деген мыжық, бүйтіп өз-өзімді танымай қалам. Бүгін де солай кердім. Енді мінекей осындай Айдар болған кезде, осы сәтті пайдаланылар. Қазір бетімді өз қалпына келтіріп алам деген ниетім. Әйгерім. Жақсы. Бүгін жаттығу жасайық. Бүгін мұрын туралы әңгіме болады. Біздің мұрнымыз жас есейе келе өзінің қыр мұрындылығын жоғалтып, яғни сініп, жағы бауырсақ мұрын, не болмаса картошка мұрын болуы мүмкін. Сондықтан біз оның жағы өз қалпына келтіреміз, яғни ісікті жоюымыз керек. Жалпы біздің мұрнымыз ешқандай жағы өспейді. Бұрын жағы сондай түсінік болған, мұрнымыз жас есейе келе өсе береді деген. Олай емес, қазір... Ол өтірік ұғым, Ол өтірік ұғым, Ол, яғни өспейді, ол лимфа жиналады, яғни сінеді. Сініп жағы өсе береді. Яғни ісіктің сіне береді. Өсе бермейді, яғни сіне береді. Яғни ненің есебінен сінеді, сол туралы айтып берейін. Жалпы мұрнымызға алып қарасақ, міне, ұстап қарасақ,
оның қатты бөлігі бар және Иә. оның жұмсақ бөлігі бар. Яғни мұрын ұшын басып қарасақ, ол ішке қарай иіледі, яғни жұмсақ ол бөлік шеміршекті бөлік. Мынау, яғни сүйекті бөлік. Иә. Жалпы біздің ағзамыздағы шеміршек пен май тіндері өзіне суды жинағыш келеді. Олар сулы ортаны жақсы көреді, бүкіл суды өзіне жинап алады. Яғни бұл су, яғни бізде лимфа осы мұрынның мына шына, яғни шеміршекті бөлігіне жиналып мұрын сінеді. Ол бірінші себеп. Иә. Екінші себеп біздің мына мұрнымыздың екі жағында бізде мұрын қанаттарын көтеретін сондай кішкентай ғана бұлшықет бар. Осы бұлшықет біз күлген кезде, сөйлеген кезде ол жиырылады, я қозғалып тұрады. Сондықтан бұл жердегі тамырларды ол басып қалады. Яғни басында ол ұзын болса, кішкентай бала кезімізде, не болмаса жасөспірім кезінде, одан кейін ол қысқарып, сол жердегі тамырлар қысып қалады. Яғни лимфа кетпей қалады. Ол сосын мұрнымыз өсе береді. Енді не істейміз? Мұрын өспеу үшін, сіңбеу үшін не істеуіміз керек? Мұрынның ісуін тоқтататын операцияны бастаймыз. Бастаймыз. Ол үшін қолымыз, екі саусағымызды алып, мұрынның ұшына қоямыз да, осы жерде осындай массажды қимылдар жасаймыз. Мұрынның ұшынан түбіріне дейін. Түбіне дейін? Иә, осылай. Екі жер безегінен түбіне, мұрынның ұшынан түбіне, осындай 5-6 рет, яғни осылай осы жердегі қан айналымды жақсартамыз, яғни лимфаның ағысын жақсартамыз. Біздің жалпы лимфа тамырымыз ол мұрынның түбінде болады, осы жерде болады. Көздің астымен өтеді осылай. Сондықтан осы жерге бүкіл суды алып келеміз қолымызбен осылай. Айгерім, мынандай сұрақ. Яғни бір жаттығу, иә? Айгерім, мынау гайморит дертіне жақын жандарға бұл жаттығуды жасауға бола ма? Болатын болса пайдасы бар ма? Өйткені мына жерде толады ғой мынау іріңдеген. Болады. Егер мысалы қазір сізде жаңағы өршу уақыты болып жатса, онда жасамаймыз. Яғни кез келген фитнес жаттығуы, егер температура болып тұрса, ауырсыну болып тұрса, ол кезде жасамаймыз. Ал егер сізде созылмалы бұрыннан гайморит болса, онда жасай береміз. Түсінікті, рахмет. Иә. Енді келесі жаттығу, енді жаңағы бұлшықет туралы айттық. Бұлшықетке біз массаж жасауымызға болады. Екі міне қараңыздар, тұрған жеріне массаж жасаймыз. Осылай соссақ болады. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жалпы сол бұлшықет мұрынның түбірінен мына желбезектің арасында болады. Сондықтан осындай қимылдар жасасақ болады. Жаңағыдай массаж жасасақ болады. Айгерім ханым, бұны енді күнделікті жасау керек па? Егер мұрныңыз сініп жүрсе, күнделікті жасасаңыз болады. Мұрындарыңыз дәу болса, күнде жасаңыз дейінші. Ал мұрның кішкентай болса ше? Кішкентай болса, онда жақсы сізге... Мен кішкентай. Кішкентай болса, онда сіз әдемісіз. Рахмет. Қалжыңдаймыз. Рахмет, Айгерім ханым, сізге көп-көп рахмет. Жаттығуларды міндетті түрде жасаймыз, сіздерді жасаңыздар. Ал сізбен енді келесі сәрсенбіде кездесеміз. Бізбен бірге болыңыз. Рахмет, Айгерім ханым. Ал, бәрекелді. Ал енді құрметті көрермен, құрметті Айнұр әріптесім, дәл қазір бізде кезекте. Шарама! Алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, бұл таңғы студия бағдарламасы, және де біздің студиямызға құтты қонақтарымыз келіп жайғасты. Ендеше танысайық. Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрының актрисасы Зәуре Көпбасарова және жазушы драматург Жақсылық Мұратбек. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Көпбасарова, иә. Қалдарыңыз қалай? Таңертең тілім бұрмаланады бар. Жаттығу жасамаған ғой. Жаттығу жасаймыз ғой біз азанда. Бүгін жасай алмай қалдыңызшы. Ал, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңілдеріңіз қалай? Керемет. Шүкір. Кептеліске түсіп қалмадыңыздар ма? Жоқ. Жол ашық болды. Жол ашық болды ма? Бәрекелді жол. Ашық болды. Сіздерге қарай жолыңыз ашық болды. Ай, бәрекелді. Шаш үлгіңіз керемет болып тұр қазір. Жарасып тұр. Уайымдамаңыз, шынымен жақсы тұр. Уайымдамаңыз. Ал әңгімемізге көшейік. Осындай бір позитивті нотадан әңгімемізді бастасақ, күні
күніміз жалпы сәттілікке толы болады дейді. Енді осы жақында жаңағы театрда атақты КСРО және Қазақстан Республикасының бір белді азаматы әртісі Әзірбайжан Мамбетовтің 90 жылдығына арналған Қара шаңырақ 2022 театр фестивалі өтіп жатыр. Бұл жалпы жыл сайын өтетін фестиваль ме, әлде жақында ғана тағайындалды ма? Бұл негізі жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін фестиваль. Бізде мысалы әр жылға репертуарға қосылған қойылымдардың бір жылдық дайындығының ішінде, оның ішінде үздік актриса, үздік актер, үздік қойылым, үздік режиссері соған байланысты театрдың дәстүрлі келе жатқан кәдімгі үлкен бәйгесі, конкурсы. Номинациялар бар. Номинациялар бар, арнайы түрде жүлде қорлары бар. Сонымен қатар биылғы жылғы фестивальдің ең бір үлкен қолтаңбасы бұл Әзірбайжан Мәдиулі Мәмбетовтің атындағы үлкен додалы бәйге. Бұған ол кісінің 90 жылдық мерейтойына байланысты өткізіліп отыр. Міне күні кеше басталды. Ашылу салтанаты 6-сынан 11-не дейін. 13 күні ресми түрде біздің үлкен жиналыс залында арнайы марапаты болады. Жеңімпаз спектакльдер, жеңімпаз актерлар, жеңімпаз актрисалар арнайы жүлдемен марапатталатын болады. Бәрекелді. Енді Зәуре ханым, сіздің қатысуыңызбен қандай қойылымдар осы фестивальге ұсынылады? Биыл біз өзімнің жеке жұмысымыз моноспектакль. Қайдасың мама деген. Сол биыл қойылған болатын. Режиссері Ришат Жүрімбай, драматург, авторы біздің жас өзінің тырнақалды дүниесі алғашқы еңбегі Жансая Бақытжанқызы. Сол үшеуміз бірігіп, менің де бірінші рет алғашқы моноспектаклім жеке, жалғыз. Үшеуміздің бір алғашқы бір еңбектеніп қойылған бір жобамыз болды. Қайдасың мама деген. Жалпы сол өзіміздің қазіргі жастарға керек, жалпы аналарға, жас өсіп келе жатқан қыз балаларға, ұл балаларға керек өте бір үлкен тақырыптағы. Терең ойлы. Терең ойлы. Тәрбие беретін. Тәрбие беретін. Содан кейін қазір енді көбінесе біздің жастар, қалай айтсақ, өзім білеммен өмір сүреді ғой. Барлық дамыған заманда бәрі өздері біледі, өздері шешеді деген сияқты. Көбінесе үлкен аналарымыздың, апаларымыздың ақылы қалып қойып жатады. Сондай жағдайда менің бір осы театрда жүргенде, жалпы менің өзімнен кейінгі келе жатқан жастарға осы театрда жүргенде не айтарым бар деген соңғы кезде ой болды өзімде. Ішімді толғандырып жүрген. Өзімнің ойым болды. Содан кейін не істеп жүрмін, мен жалпы өзім не айтып жүрмін, как актриса ретінде, осы театрдың бір еңбекқор, осы театрдың бір адам ретінде. Мен жалпы келе жатқан ұрпаққа не айта алам, не айттым деп, сондай ой толғандырды. Сұрақтар қатты мазалады. Мен жалпы жай не істеп жүрмін. Дұрыс рөлдерді ойнаймыз, енді ол келіп кетіп, жаңағы мысалы, бастан аяқ өзіңнің ойыңды толық жеткізе алмайсың. Көп рөлдерде сенің ішкі жан дүниеңді жеткізе алмайсың. Ал мына моноспектакльдің бір керемет бір өзіңе беретін мүмкіндігі, сен өзіңнің жан дүниеңде жатқан бүкіл айтқың келетін нәрселердің бәрін айтып шығасың. Жеткізе алдыңыз ба? Мен енді ойлаймын, ішімдегінің бәрін айттым деп. Оны зритель өзі біліп жатады, бірақ премьерадан кейін, әрбір қойылымнан кейін маған көбінесе жас қыздар мен ұлдар хабарласады. Әлеуметтік желі бар, тауып алады, өздері білет. Көбінесе мен өзім Аллаға мың шүкір деймін, жастарға дұрыс жол көрсете біліппін деп есептеймін осы бір қойылым. Соның жолын таба білудің өзі еңбек. Сондай бір мен үшін үлкен жетістік болар біреуге, мүмкін біреуге кішкентай ғана дүние шығар. Мен әйтеуір жүрегімде жатқан бір жылтыраған дүниені, бір қымбат дүниені мен үшін. Соны әйтеуір жастарға жеткізе білдім деп есептеймін. Енді моноспектакльді ойнау қиын екен. Барлығымыз білеміз, жалғыз өзіңіз сахнада 30-40, 1 сағат, 30-40, 1 сағатқа жоқ. 1 сағат 10 минутта. 1 сағат 10 минут, Ал несімен қиын болды? Дәл осы спектакльде. Мен шынымды айтсам, дайындық кезінде премьера шыққанша қатты қиналдым. Қалай болады? Енді сен өзіңнің ішіңдегі дүниені айтып сахнада жүресің, өзіңе бір керемет болып көрмеу мүмкін, ал бірақ сырттағы адам оны қалай қабылдайды? Халық қалай қабылдайды? Қандай сындар айтылады? Өте ме бұл, өтпей ме?
сондай қатты толғаныста болдым. Тіпті соңғы бір айда мен ұйқы көрген жоқпын. Түнмен күнімен түнгі сағат кейде 3-те оянып кетсең, сол тексттерің аузыңа келіп, сол қалай болады, қай жерде қалай істеу керек, соның бәрін ойлап жатасың. Бірақ Аллаға шүкір еңбегім осы халықтың шапалағымен ақталды деп есептеймін. Өйткені сахнада жүрген, мысалы, әрбір актер, актриса, өнер адамы атақ-даңқтан гөрі халықтың сол кездегі ықыласы ең бірінші орында тұрады. Сондықтан мен сол ықыластан менің еңбегімнің далаға кетпегенін сездім. Кейін әрине сыннан өттік, көркемдік біздің кеңесіміз бар, олардың алдынан өттім. Асанәлі аға бастаған, Есмұхан аға бастаған. Ол кісілердің бәрі өзінің ризашылығын білдірді. Мен сондай бір үлкен сынақтан өзім өттім. Шүкір деймін оған, сондай қуанамын. Үлкен сынақ дейміз, бір үлкен бір мектептік айтсақ, ол біз үшін сынақ, білесіз бе? Содан өтсеңіз демек? Ол деген үлкен сынақ. Мен оны енді сіздерге жаңағы басқалай көрінуі мүмкін. Біз енді әр өзінің қиыншылығы бар ғой. Әр жолы сіздердің өздеріңіздің, біз білмейтін сіздердің өздеріңіздің қиыншылық сырларыңыз бар. Ал бізде актерларда сахнада өзіне тән бір үлкен бір мәнбе болады. Содан бір сынақтан өту болады. Біз әрбір шыққан сайын кәдімгі балалар емтихан тапсырады ғой, сол сияқты тапсырамыз ғой. Қандай баға аламыз. Құлап кетеміз бе? Жоқ, өтіп кетеміз бе деген әрбір сынақтан өтіп отырамыз. Сондықтан маған премьераға дейін қатты қиын болды. Премьерадан кейін мен рахаттанып ойнайтын болдым. Жаңағы сахнада рахаттанып жүріп өмір сүретін болдым. Бәрекелді. Рахаттана беріңізші. Фестивальге қайта оралайық. Енді осы фестиваль өнер адамы үшін үлкен мереке шынымен де. Ал осы фестиваль қандай қойылыммен ашылды? Бұл фестиваль ең бірінші кеше әуелге беташар қойылым. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің романына құрылған. Инженер өкісінсі Мәдина Омарова, ал режиссер Аридаш Оспанбай қан мен тер ақбала спектаклімен ашылды. Зал түгеліменен толық отырды. Бұл біздің әуезов театры деген атақ даңқына байланысты емес. Бұл қазақ көрерменнің қазақ сахнасына деген сүйіспеншілігі. Зал өте толды, ықылас бейілдерін көрсетті. Үлкен актерларымыз ойнады, белді өздеріңіз білесіздер. Одан кейін міне Алла бұйырса шеру жалғасып, қазіргі бүгін қойылатын, ертең қойылады. Бүгін мысалы Қасымхан Бегмановтың Мұстафа Шоқай бізде моноспектакль, бұл да ерекше алқауға бөленіп, көркемдік кеңестің сынынан мүдірмей өткен бірден бір спектакль. Қазір міне тодаға қатысқалы отыр. Ертең Мақшар түнгі махаббат, Қытайдан жеткен сәлемдеме, осылай кете береді. Ал бұл дәстүрлі фестивальдің біздің халыққа, көрерменге беретіні театр менен көрерменнің арасындағы байланысты, тығыз байланысты орнату. Бұнда тек қана театр мен көрерменнің байланысы емес, сіздердің әріптестеріңіз, журналистердің де марапатталуы тең етек алып отыр. Сондықтан біз мынау көзқарақты көрерменге, оның ішіндегі кішкене болсам, толсам, өссем дейтін жас буын, келер буын ұрпаққа бір дәнегі бар дүниені беруге барынша тырысып келе жатыр әуезов театры. Бәрекелді. Жақсылық мырза, енді осы фестиваль аясында менің естуімше бірнеше кітап жарық көрді, Сол кітаптар жайлы айтып берсеңіз. Бұны Қадыр Жетісбаевтың шығармашылығына арналған бүкіл деректі және жинақтар енді Әзірбайжан Мәдиул Мәмбетовтің 90 жылдық мерейтойына байланысты. Кітаптың тұсаукесері, содан үзінді. Әзірбайжан Мәдиул Мәмбетовтің 90 жылдық мерейтойына байланысты еңбектер екінші қайта жаңа басылыммен жарық көрді. Әуезов театрындағы бүкіл ыстық ықыласын білдірген көрермендер және Әзекеңнің ұрпақтары барлығы келіп, өздерінің ыстық бейілдерін білдіріп, ол кісілерге арнайы шапан жауылып, бір мәресіне күй кештік. Бәрекелді, керемет. Енді жаңа айтып отырмыз, театр дейміз. Театр деген шыны керек, бұл бір тірі ағза, бүйтіп қарасаңыздар. Енді Зәуре ханым, айтыңызшы, жалпы осы театрда актер мен көрерменнің, драматург барлығы бір-бірімен байланыста болу үшін не істеу қажет? Сұрағым түсінікті ма? Жалпы бұл үлкен организм, бұл тірі ағза. Түсінікті.
осы сіз айтқан дүниелер бір-бірімен қабыспаған жағдайда сахнада өмір болмайды. Қабыспаған. Қабыспаған жағдайда. Мына жаңа жазылған дүниемен, жаңағы өмір сүретін актермен, қоятын режиссер, халық, осы төртеуінің арасында тығыз байланыс, жаңағы айтып отырмын ғой, дүние шыққанға дейін бізде үлкен толғаныс болады. Сол бірінші премьера болған кезде білінеді халықтың ықыласы. Біз сахнада жүргенде әрбір адамның демалғанына дейін, қалай сенмен бірге өмір сүріп жатқанына дейін бәрін сезіп отырасың. Сондағы біз айтамыз ғой, премьера керемет өтті. Премьера қай кезде керемет өтеді? Егер халық сізбен бірге өмір сүрсе. Халық сіз демалған кезде демалып, сіз жылағанда сізбен бірге жылап, сізбен бірге қуанып, сізбен бірге мұңайса, онда сіз шынымен де жұмыс жасадыңыз. Жоқ, егер сіз өзіңізбен өзіңіз болып, халық өзімен өзі болатын болса, сіздің жасаған дүниеңізді халық қабылдамайтын болса, онда ол дүние өтпейді. Ол сол мүмкін бір рет ойналар, мүмкін 2-3 рет ойналар, мүмкін бір жылдың аумағында 4-5 рет ойналар, ол қойылым қалып қояды. Ғұмыры ұзақ болмайды. Бізде айтып жатады өзіміздің арамызда, жаңадан премьера шыққан кезде, мына дүниеге келген баламыздың ғұмыр жасы ұзақ болсын деп жатады. Сондай бір керемет тілек. Ол дүниеге келген баламызды ойлаңызшы енді. Біз әрбір қойылымымызды өзіміздің жүрегімізден шыққан кейіпкерімізді енді дәл балаға теңемесек те, солай туындап, қиыншылықпен келгеннен кейін, соның өмірі ұзақ болса, халықтың сүйіспеншілігіне бөленсе деп есептеймін. Өйткені ана жан дүниеңіздің бір бөлшегін саласыздар ғой бүйтіп. Бұл бекерден бекер емес. Жанымен, жүрегімен жасағаннан кейін ол дүние ыстық болады. Бәрекелді. Енді Жақсылық мырза, енді қазір диджитал заман дейміз, Енді осы диджитал заманда көрермендерді осы театрға тартып, театрға деген қызығушылығын арттыру үшін жазушы, драматургтар не істеу қажет? Жалпы заманауи бір жаңағы трендтерге сай қойылымдарды қойып па, бір қандай ізденісте болу керек, не істеу керек? Менің өзімнің лабораториямнан айтсам, шығармашылық кәдімгі күнделікті процесс ішінде. Біз ешқашан көненің көзі, ертеңгі буынның алды демей, көнеден алатынымыз көп, ал соны заманына сай, озығы мен тозығына кәдімгі салыстырмалы түрде. Күнделікті біздің көркем классика кезіндегі әлем әдебиетінің шинелінен шыққан дәстүрлі қазақ әдебиетін жасаған Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқан, Сафуан Шаймерден, Масқар Сүлейменов секілді, біртуар Әбіш Кекілбаев секілді бүгін күні кеше туған күні өтті. Осы секілді алыптардың өмірімен қазақ руханиятына қосқан үлесіндегі ірі шығармаларменен сусындау арқылы біз бүгінгі заманына сай, бүгінгі гаджеттерменен ақпараттық құралдар жаулаған заманда біз өзіміздің қазаққа не керек, нені жасау керек, театр нені қоя алады, сол сұраныстарға жауап беруді, сол сұраныстарға қаншалықты қанағаттанарлық жауап бере аламыз, сол төңірегінде ізденіс үнемі жүріп отырады. Демек, дұрыс сұрақ қоя білу арқылы соған жауап тауып, сол арқылы жаңағы көрерменнің. Бірақ бір нәрсе бар, бір нәрсені анық айту керек. Біз Абай атамыз айтады емес пе? Әбдірахман қайтыс болғанда, мен ескінің арт едім, сен жаңаның бас едің дейді. Яғни біз ешқашан еш нәрсе ескі болып қалмайды. Біз өткенімізді білмесек, болашаққа ешқашан бағдар жасай алмаймыз. Өткенімізсіз болашақ жоқ. Ал біз қазір көркем әдебиетте, көркемдік кеңістікте шығармашылық байланысты жүрген қаламгерлердің көбінің барлығын жан айқайы осы. Ал қысқа жазу, нақты беру, жинақы беру, көрерменнің ой тұжырымını дәлдікпен айту, ол драматургтың өзінің ерекше бір ізденіс нәтижесінде келетін өте қиын дүние негізі. Өйткені сіз прозада көсіліп жазуыңызға болады, драматургияда олған бағынбайды. Драматургия кілең, сіз жинақы беруіңіз керек, дәлдікпен беруіңіз, және ол әрекетке құрылу керек. Өйткені актер ол сіздің жазған әрбір монологыңыздан өмір сүру керек сахнада. Егер ол өмір сүрмесе, ол драматургия емес. Ал бізде драматургия жоқ емес, бізде драматургия жетеді. Бізде бар әдебиет, егер мысалы сізге идея келмесе, көркем әдебиеттегі, біздің бүгінгі дейін жасалған көркем әдебиетте, жасалып жатқан көркем әдебиеттегі заманына сай болған шығармаларды алып жасай беру керек. Инсценировкасын жасап, театр басшыларына ұсыну керек.
ол қазақтың өзінің рухани әлеуетіне жауап беретін дүниелерді біз бүгін түсініп қалмасақ, ертең бармақ басты көз қысты болады. Яғни әрбір шығарманы жаңағы ескінің көзі демей, оны модернизациялап, қайтадан жаңартып жатсыздар. Сонда халыққа, халықтың сұранысы бойынша халыққа не керек жалпы? Халыққа қандай жанр, қандай спектакль? Бүгінгі халық, бүгінгі буын, бізден кейінгі буын ұзақ сонар дүниелерімізді кәдімгідей жыпылықтап қарап отырмайды. Олардың барлығы экран бетіне немесе әлеуметтік желіге үңіліп отырған кезінде, бірақ бәрібір халық айналып кітапқа соғады. Кітап оқылып жатыр. Кітапқа деген халықтың сұранысы әлде күшті. Біз оны жастар кітап оқымайды, театрға келмейді деп айтпауымыз керек. Қазіргі мүмкіндікте біздің театр, әуезов театры болсын, әуезов театрының шығармашылық ұжымы болсын, халыққа берерін беріп отыр. Ал үзік сонар бағанағы етекте сөйлемдерді әкеліп, не онда әрекет жоқ, не онда мазмұн жоқ, не идея жоқ дүниені әкеліп берсеңіз, халықты жалықтырып алуыңыз мүмкін. Ал халықты өз көркемдік деңгейге шығару үшін драматург те, режиссер да қосағабат жұмыс істеу арқылы жақсы бір дүниені өмірге әкелген ғана бүгінгі көрермендері де өз деңгейіне шығарылады. Бізде болды ғой, пандемия кезде болды, иә. Бәрі тек телефоннан, әлеуметтік желіден ғана өмір сүріп жатты сол кезде, білесіздер, иә. Ал мен сол кезде осы театрда жұмыс істейтін болғандықтан, осы театрды бірінші ойлайды ғой, әрбір адам өзінің жаңағы ортасын ойлайды. Мен сол кезде ойладым, біздің театр керек бола ма екен, керек болмай қала ма екен. Жалпы бізде сыбыстар болды, оның алдында сыбыстар шыққан. Жалпы театрдың халыққа керегі бар ма деген. Мен содан кейін ойлана бастадық. Одан кейін пандемия болды. Пандемияның кезінде мен сонда бізге жаңағы жұмыстар тапсырылды ғой. Біз жаңағы Facebook, Instagram арқылы прямой эфирге шықтық, халықпен араластық. Барынша халықты жалықтырмауға, жаңағы үйде отырып қысылып қалмауға, кішкене рухани кішкене көтеруге шамамыз келгенше тырыстық. Өзіміздің жаңағы жұмысымызды жасадық. Сол кезде ойланып қалдым, шынымен де театрға халық енді келе ме, келмей ме деп. Сондай бір қорқыныш үрей болды. Бірақ театр ашылған кезде халықтың сағынышын көрсеңіз. Бәрібір тірі дүние адамға тірі дүние керек екен. Ойлаңызшы, сізбен экранның ар жағынан сөйлескенмен, бер жағынан сөйлескен жақсы ма, жоқ? Байланыс, көрдіңіз ба? Энергия алмасу. Халыққа сахнамен энергия алмасу, тірі жанмен сөйлесу, сырласу ол әбден керек. Ол қай дүние болмасын. Жаңа айтып жатыр ғой, ескі өлмейді. Негізі таза, саф алтын, ол қайда жатса да жалтырап көрінеді, ол несін жоғалтпайды, қасиетін жоғалтпайды. Рахмет, өкінішке орай біздің уақыт тамам, әңгімеміз жақсы жарасып жатыр. Тағы да бізге келіңіз міндетті түрде қонаққа. Әлі де әңгімеміз жалғасын. Құрметті қонақтар, міндетті түрде театрға барыңыздар. Сіздердің көрермендеріңіз көп болсын, айтар ойыңыз әрқашанда көрерменнің жүрегінен орын тапсын, жұмыстарыңыз бағалана берсін, еселене берсін, берекелі болсын ең бастысы. Театрда кездесейік. Сіздерге де табыс тілейміз, жолдарыңыз ашық. Рахмет. Ал құрметті көрермен, дәл қазір біз кезекті жарнамаға береміз, содан соң сіздерге қайта ораламыз. Алыстамаңыздар. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.